Сіз ай сайынғы шығындарыңызды есептеп тұрасыз ба? Оның ішінде ақылы қосымшалар мен платформаларға қанша ақша кетеді екен? Аға буынның жастық шағымен салыстырсақ, қазіргі жастарда ойын-сауық түрлерінің көбісі ақылы. Қолданатын ақылы қызмет түрлері де көбейді. Бұған қоса, интернет және әртүрлі стримдік платформалар мен девайстардың дамуымен қатар жастардың шығындары өсуде. Сонымен, қазіргі жастар қандай контент пен қызмет түріне қосымша ақша төлеуге дайын екен? Құрметті достар, мен өзімнің айлық жазылымдар сервистеріне қандай шығын кететінін сіздермен бөліскім келіп отыр. Ең басында Adobe Creative Suite, онымен Photoshop, Lightroom программаларымен пайдаланамын, онымен тағысын тағылары, Illustrator. Айына 59, яғни 60 фунт стерлинг шығып отыр. Келесі ол Apple iCloud Storage, менің бүкіл деректерімді бұлтшада сақтау үшін. Өйткені мысалы мен iPhone-ды ауыстырсам, келесі iPhone-ға тасымалдау жеңіл болу үшін бүкілін жалпы бұлтшада сақтауды ұнатамын. Ол 2000 теңгенің арғы бергі жағы айына. Келесі ол Spotify Music. Әрқайсымыз қазір таңда музыка тыңдаймыз. Кейбіреуінің таңдауы Spotify, кейбіреуінікі Apple Music, Яндекс музыкасы да бар ішінде. Мен таңдағаным Spotify. Бұрын Apple-да болатын, Spotify-да болатын, екеуі бірге жүріп, 2 жыл бойы екеуінде төлеп отырған, бірақ та соңғы кезде таңдауым Spotify-ға тоқтады. Өйткені өлеңдерде crossfade бар. Яғни бір өлең бітіріп бара жатқан кезде 10 секунд, екінші өлең бір 10 секунд бірінің үстіне бірі жабыстырылып айтылады. Тағысы ол Netflix көбімізде бар, бірақ та менде енді ең премиумы, өйткені 4K сапасында көруді жақсы көрем. Өзіңіз білетін шығарсыз, Netflixте 4K артық премиум алып отырады. Одан кейін мысалы Италия серия А лигасын қарау үшін мен Сеттанта спортқа жазылған, бірақ та соңғы кездері қарамағандықтан оны тоқтатқым келіп отыр, бірақ та тоқтатудың амалын таба алмай жатырмын. Өйткені оны телефон ішінде істеуге болмайды, қосымша браузерға кіріп арнайы ондай тоқтатуды өздері қиындатып жіберген. Келесісі ол Megago, тек Евроспорт арнасы үшін ғана алдым. Ол украиндық компания болғандықтан қолдау көрсеткім келді. Жылына 14990, яғни 15000 теңге. Одан кейін мен енді компанияның енді иесі болғандықтан бүкіл менің жұмыс істейтін адамдар, оларда корпоративный email дейміз. Emailдің аяқшасы miraz.com деп аяқталу керек. Сол хостинг үшін және Gmailдің сервисі үшін айына $250 төлеп отырамын. Бұл менің шығындарымның ішінен ең үлкені. Жалпы соңғы кездері ойланып отырмын. Алпыстаймын ба. Келесі ол Instagram Verified, яғни Meta Verified. Өзіңіз білетін шығарсыз, менің Instagram парақшамда осындай көк түтікше бар. Meta Verified деген ол жаңылмасам қазір жылына бір 20 000 теңге тұратын сияқты. Енді осы Explainer каналы үшін біз Epidemic Sound музыкасын пайдаланып отырмыз. Өйткені музыкасы пираттық болса, онда бізді YouTube жауып тастайды және біздің видеомызды басқа адамдарға көрсетпейді. Айбын қанша еді? 14 евро. Айына, ай сайын 14 евро төлеп отырамыз. Осы тек осы Explainer арнасы үшін ғана. Одан кейін YouTube премиум жаңа ғана Қазақстанға келді, 3,5 теңге. Өйткені мен оны App Store арқылы алдым. Жалпы браузер арқылы алсаңыз 2900 теңге. Бұл өте күшті. Жалпы YouTube премиум ішінде YouTube Music та болады. Сондықтан мен Spotify-ды да алып ұстай аламын, бірақ та алғым келіп отырған жоқ. Өйткені маған Spotify ұнайды. Одан кейін осы жақын жерде Invictus Go деген фитнес-клубым бар. Ол өзі ай сайын 14990 теңге алып отырады. Сол жиынында айында менде осындай шығын болып тұрады. Негізі күнделікті кофе, такси, әртүрлі шығындардан тыс тек интернет сервистері ғана үшін. Көп сияқты, қайсыны алып тастасақ? Комменттерде жазыңыз. Рахмет. Әрқайсымыз Netflix, Apple Music, Spotify, YouTube Premium, Яндекс, iCloud және тағы басқа неше түрлі платформалардың тым болмаса біреуіне жазылғанбыз. 2023 жылғы қорытындыларға сенсек, қосымшаларға ақылы жазылымдар жалпы $45,6 миллиард құрады. Барлық жазылымдар ішінде ең үлкен үлесін ойындар алды. Одан кейін қызмет пен өнімділік және денсаулық пен фитнес қосымшалары болды. Ойын-сауық қосымшалары аз болса да 7,4%-ды құрайды екен. Солардың бірі Netflix. Оның аудиториясының басым бөлігі Z ұрпағы мен миллениалдар. Яғни көрермендердің 75%-ы 18-34 жас аралығындағы адамдар екен. Олардың әрбірі айына кем дегенде 3800 теңге төлеп тұрады. Ал жақында ғана Қазақстанда YouTube'тың ақылы түрі YouTube Premium қолжетімді болды. Жарнамасыз контент
контентті көру үшін оның қолданушылары айына 2700 теңге төлеп тұрады. Осындай тағы бірнеше платформалар мен девайсқа жазылған адам онлайн ойын сауық үшін айына шамамен 10 000 теңгеден аса ақша жұмсайды. Бұндай ақылы платформаларға жазыларда банк картамызды тіркеп қойғандықтан ай сайынғы ақысы автоматты түрде алынып тұрады. Сондықтан біз кейде ақының алынып қойғанын байқамай қалып, ақшаның да қайда кетіп қалғанын байқамай қаламыз. Ойын сауық шығындарынан бөлек, жастар өзіне күтіну үшін бөлек қаражат жұмсайды. Бұндай шығындардың ең бастысы тренажер залдары мен әртүрлі спорт секцияларына қатысу шығындары. Статистикаға сенсек, 2019 жылдың өзінде ақш-та сауықтыру орталығы және фитнес-клубқа барып тұратындардың көпшілігі 21-40 жас аралығындағы адамдар. Осының үстіне заманауи қалалық өмір стилін такси, кофе, сырттан тамақтану сияқты қосымша күнделікті шығындары бар. Жазылудың бизнес модельдері жазылудан ай сайынғы немесе жыл сайынғы тұрақты табыс алу үшін өнімді немесе қызметті сату идеясына негізделген. Бұл бизнес модельдерді клиенттерді тартуға емес, оларды ұстап қалуға бағытталған. Сондықтан тұтынушы тауарға не қызметке алдын ала бірден үлкен баға төлеудің орнына ұзақ уақытқа қол жетімдігі үшін бірнеше төлем төлейді. Негізінде бір тұтынушының жазылым арқылы сатып алулардың көбеюі оның шығындарын бақыламауына әкелді. Шын мәнінде West Monroe'ның 2021 жылғы есебіне сәйкес тұтынушылардың таңқаларлық 89% ақылы жазылымға қанша ақша жұмсайтынына мән бермейді екен. Ең көп ұмытылған жазылым түрлері ұялы телефондағы қосымшалар жазылымдары, интернет және кино мен сериалдар көретін стримдік платформалар. Ұрпақтар бойынша бөлетін болса, көбінесе Z ұрпағы мен миллениалдар жазылымдары туралы жиі ұмытып кетуі мүмкін. Мүмкін соның арқасында шығар, ақылы жазылым экономикасы ең жылдан дамып келе жатқан салалардың бір бөлігі болып табылады. Тұтынушылар кең таралып, трендке айналған жазылымды қарқынды сатып алуда. Шын мәнінде, соңғы 9 жыл ішінде жазылым экономикасы 435%-ға өсті. Және 2025 жылға қарай ол $1,5 триллион нарыққа айналады деп болжайды.